Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай сүзбелі тәп-тәтті пирожки, печенье дайындайтын боламын творогтан. Осындай болып шығады. Оған керекті заттарым: жұмыртқам, сүзбем, қантым, еріген сармай, қаймақ, кішкене тұз. Мынау сүзбеге мен 2 қасықтай қант салып араластырып қойдым, кішкене песогының дәмі шыға берсін деп. Осылай әбден араластырып қоямыз қантты. Сүзбені ұнымызға қантымызды саламыз. Екі қасықтай қаймақ саламыз. Оған ертілген сармайымызды құямыз. Жұмыртқа саламыз. Мен жұмыртқаның ақ уызын салдым. Сары уызын алып қалдым. Қазір бетін майлаймын сары уызбен. Осыдан енді жұмсақ қамыр басам. Қасықтың көмегімен кішкене былғап аламыз. Шым тұз қостым. Осыны әбден араластырып аламыз. Қасығымыздың көмегімен. Сосын қазір қасықта кішкене сүт қостым. Сонда жұмсақ қамыр болады. Осыны енді қолымыздың көмегімізбен барлығын біріктіріп жұмсақ қамыр басамыз. Осылай етіп барлығын біріктіріп аламын. Барлығын араластырып жұмсақ қамыр басамыз. Барлығын біріктіріп аламыз. Біріккен қамырдан жақсы печенье шығады. Міне осыны енді салафанға салып 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін арасына жағатын салмасын дайындай береміз. Менде сүзбе, яғни творог. Оған кішкене қаймақ қосып жібердім. Сары уызын қосып жібердім. Кішкене тағы қант қосып жібердім. Осыны енді блендердің көмегімен әбден езіп аламыз. Сүзбемізбен жұмыртқамызды әбден араластырып аламыз, блендерге салып алып. Сонда шаймен ішуге керемет дәмді сүзбелі печенье шығады. Әбден езіп аламыз ірімшіктерімізді, сүзбемізді түйіртпей қалмасынға. Міне менде дайын банағы қамырымызды алып осыны 3 бөлшекке бөлеміз. Өзімізге ыңғайлы қылдырып.
дөңгелектеп аламыз. Қолымызға осындай жабысып тұратындай қамыр шығады. Кішкене ұн салып жіберіп, қазір илейміз. Қалған екеуін салафанға қайтадан сала тұрамыз. Шетінен алып илей береміз. Менде қамырым. Осыны енді оқтаудың көмегімен жаямыз. Жіңішкелеп, жұп-жұқа қылдырып. Жан-жақтарын бәрін жұқалап жаямыз. Қалың болса шекі болып кетуі мүмкін. Сондықтан жұп-жұқа етіп жаямыз. Менде жайған қамыр. Осыған творогымызды, ірімшігімізді салып алдым. Үстіне кішкене қант қостым. Енді осыны рулет құсатып ораймыз. Арасына ауа қалмау керек. Ауа қалмастай етіп орап аламыз. Шеттерін қысып-қысып, сүзбесі шығып кетпеске жауып аламыз. Шеттерін бәрін. Менде жайып алған қамырым. Осыған осылай етіп творогымызды, ірімшігіміз, сүзбемізді салып аламыз. Жан-жақтарының бәріне жеткізіп жаямыз сүзбемізді. Керемет сүзбелі печенье. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен барлық шетіне жеткізіп жайып алдым сүзбемізді. Осыны енді кесіп аламыз. Өздеріңіз қалауларың бойынша. Өткір пышақпен жақсы кесіледі. Пышақтарыңыз өткір болсын. Мен қиғаштап кесіп жатырмын. Осыны енді противенімізге қағазымыз, пергамент қағазын жайып, осының үстіне саламыз жинақтап. Арасын ашып саламыз. Қазір көтеріледі кішкене. Жабысып қалмасқа. Енді осындай етіп тағы да екіншісін жайып аламыз. Кішкене ұн сүйе отырып жаямыз. Жабысып қалуы ғажап емес. Осылай етіп шеттерін бәрін жіңішкелеп, жұқа етіп жайып аламыз. Оғанда сүзбемізді саламыз. Жаямыз жан-жақтарын бәріне түгел жеткізіп.
Осылай барлығын жеткізіп жайып алдым сүзбемізден. Үстіне тағы да қант сеуіп жібереміз. Тәттілігін өздеріңізге қарайсыздар. Тағы да осылай орап аламыз, ауа бармасындай етіп. Шетін қайтадан қыса қоямыз. Мен осыны тек орталарынан бір бөлдім. Бұны да протеинімізге салып аламыз. Оған дейін пешімізді қыздырып қоямыз. Мен мұны жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып алып жатырмын. Сарысынан қазір бетіне жағамыз. Печеньелеріміздің бетіне сары уызын жағамыз. Әбден барлық шеттеріне жеткізіп майлап аламыз. Оған дейін газымызды пешімізді қыздыра береміз. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 30-40 минуттай. Бетіне күнжіт сеуіп жатырмын. Жұмыртқамен жағып болдым. Енді бетіне күнжіт себеміз. Кішкене күнжіт септім. Міне енді піскен пирожныйларым, бәлішті сүзбелі печеньелерім осындай болып шығады. Жұмсақ үлпілдеп. Бір жасағаннан жақсы болып шығатын сүзбелі печенье. Міне арасы осындай шикі болмай дәмді болып пісіп шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Ас болсын баршаға. Рахмет көп-көп.